Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге банан шоколаден жасалу техникасын көрсететін боламын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін көріп, ұнаса лайк басып, сұрақтарыңыз болса комментарий жазып отырыңыздар. Мен міндетті түрде жауап беруге тырысамын. Енді ең алдымен бізге керекті заттармен таныстырып өтейін. Ол бізге әрине міндетті түрде банан қажет. Бананның осындай жасыл түсін алыңыздар. Кішкене қаттырақ болады. Шпажка тыққанда да бананымыз сырғып кетпейтін болады. Сондықтан да жасыл банан таңдаңыздар. Сыртын жақсылап жуып кептіріп аламыз. Одан кейін темперированный шоколад қажет. Шоколадты темперировать етудің 3 техникасы менің каналымда бар. Қарап шықсаңыздар болады. Содан кейін банан шоколадының бетін әрлеуге әртүрлі посыпкалар қажет. Және де мынандай шпажка қажет. Мен үлкендеуін алып қойыппын, қарамай. Бұның кішірек шпажкалары да болады. Яғни мұндай жалпақ емес, жіңішкелеу мороженыйдың таяғы сияқты. Сонда шпажка алғандарыңыз дұрыс. Ал енді жұмысымызды бастаймыз. Бананымыздың сыртын жақсылап жуып, кептіріп алғаннан кейін пышақтың көмегімен екі жақ ұшын кесіп алып тастаймыз. Осылайынан екі жақ ұшынағы сабақтарын алып тастаймыз да, бірдей 3 бөлікке бөлеміз. Көзбен қарап алып, бірдей қылдырып 3 бөлікке бөліп шығамыз. Қабығын алмай бірінші осылай бөліп аламыз пышақпен. Бірдей қылдырып көз мөлшермен қарап алғаннан кейін, бірақ кескендеріңіз дұрыс. Сол кезде банандарыңыз бірдей болып, шоколадқа малғаннан кейін әдемі болып шығатын болады. Бір бананның 3 банан шоколады шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта осындай әртүрлі шоколадтан әртүрлі сыйлықтар жасаудың видеоларын көрсететін боламын. Осылай бірдей қылдырып бөліктерге бөліп алғаннан кейін бананның өзіне жаңағы шпажкамызды тығып аламыз. Қабығын алмай тұрып, шпажкаға тығып алған дұрыс. Бананның дәл ортасына теңестіріп шпажкамызды ақырындап итереміз. Жасыл банан болғанда осылай қатты болады, шпажкамыз жақсы тұратын болады. Мен шпажкам кішкене жалпақтау болғандықтан кішкене ыңғайсыздау болыпты. Жіңішкелеу шпажка алыңыздар, сол кезде өте ыңғайлы және әдемі, көзге де әдемі болып көрінетін болады. Шпажкалардың барлығын тығып шыққаннан кейін ақырындап бананның сыртын алып тастаймыз. Жасыл бананның сырты өте қиындау алынады. Өте абай болыңыздар, бананды бүлдіріп алмай, осылай перчаткамен жұмыс жасағандарыңыз дұрыс болады. Осылай ақырындап бір шетін ашып алғаннан кейін айналдырып отырып қабығын алып тастаймыз. Осылайынан барлық бананның сыртын алып шығамыз. Енді дайын шоколадқа, темперированный шоколадқа бананымызды матырамыз. Темперировать етудің видеосы менің каналымда бар. Сіздерге ыңғайлы болу үшін осы видеоның астына ссылка тастап кетем. Осылайынан өзіңізге ыңғайлы ыдысқа шоколадты құйып алып, бананды айналдыра отырып шоколадқа маламыз. Бананды толығымен матыруға тырысыңыздар. Банан көрінбейтіндей болу керек. Сол кезде әдемі болып тұрады. Себебі банан ауада біраз тұрғанда қарая бастайды. Сосын егерде бананның шеті көрініп тұрса, әдемі емес және де
товарный вид дейді ғой, соны құртатын болады. Сондықтан да толығымен бананды шоколадқа матыруға тырысыңыздар. Матырғаннан кейін артығын тура құлпынай сияқты артық шоколадын сілкілеп алып тастаймыз. Және де бірден посыпкасын сеуіп шығыңыздар. Шоколад қатпай тұрып, шоколад қатқаннан кейін ешқандай да посыпка тұрмайтын болады. Сондықтан да шоколадқа малғаннан кейін бірден посыпкаларды жабыстырып шығыңыздар. Осылайынан бананды шпажкасынан ұстап, шоколадқа батырмаймыз, батырамыз. Осындай өзіңізге ыңғайлы, банан ұзын болғандықтан осындай тереңде отысқа шоколадты құйып алыңыздар. Сол кезде жұмыс жасау ыңғайлы болады. Бананды осылайынан айналдырып батырамыз да артық шоколадты сілкілеп алып тастаймыз. Қатты қалың болғанда онша емес болады, сондықтан да артық шоколадты міндетті түрде осылайынан сілкілеп тастаңыздар. Шоколад бананда өте тез қатады, егер дұрыс темперированный болса, сондықтан да тез жұмыс жасауға сіздерге кеңес беремін. Жалпы дұрыс темперировать етілген шоколад бөлме температурасында 10-15 минутта уже қатып қалады. Сондықтан да бірден тезден шоколадқа бананды батырып алғаннан кейін бірден посыпкасын сеуіп, бірден әрлеп отырған дұрыс. Енді дайын болған банан шоколадені әдемілейміз. Кондурин, осындай пищевой кондуриндар сатылады кондитерский магазиндарда. Соны осындай кисточканың көмегімен банандарға сепкен посыпкаларымды осындай ободок дейді, жан-жағына осылайынан бояп шығамын. Өте әдемі болады. Фантазияларыңызды қосыңыздар. Интернетте әртүрлі дизайндардың түрлері бар. Солардан қарап, әдемілеп жасауларыңызға болады. Мен осылайынан жылтырақ пищевой кондурин жағып шығамын. Бұны да өте көп қолданудың қажеті жоқ. Осындай тек әдемілеу үшін ғана. Ешқандай зияны да жоқ. Бұл пищевой кондурин болғандықтан ешқандай зияны жоқ. Енді дайын банан шоколадымызды осындай әдемі коробкаға саламыз. Коробканың үстінен міндетті түрде осындай тишью қағазын саламын. Өте әдемі болып тұрады, әрі таза болып тұрады. Сіздерге де салуға кеңес беремін. Енді осының үстінен газ банан шоколадымызды әдемілеп салып шығамыз. Міне біздің банан шоколадымыз дайын болды. Өте әдемі, әрі ерекше десерт. Дәмі де өте ерекше болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де видео ұнаса, лайк басып кетіңіздер. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып өтіңіздер. Міндетті түрде жауап беремін. Өте ерекше сыйлық. Менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта шоколадтан әртүрлі осындай десерттарды жасалу техникасын көрсететін боламын. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.